Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің бүгін сіздерге көрсететін әдіс-тәсілім фигуралардың орнын тап деген әдісті ұсынбақпын. Біздер 2-ші сыныптар 3-ші тоқсанды осы математикадан геометриялық фигуралар туралы өтіп жатқандықтан, мен сіздерге осы геометриялық фигураларды балаларға ұғындыру, түсіндіру және осыны ойын арқылы түрінде көрсетпекпін. Бұл ойын арқылы балалардың танымдылық, логикалық қасиеттерін дамыту, қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру. Бұл ойынның мақсаты геометриялық пішіндер және олардың түстері туралы түсініктерін бекіту. Видеода көріп тұрғандай, бұл жерде шаршы, тіктөртбұрыш, сүйір бұрыш және шеңбер берілген. Осы 4 пішінді өздері балалар лабиринт түрінде барып, соңында мәреге сәйкесінше фигуралардың орнына қояды. Бұл ойынға балалардың барлығы да қатыса беруіне болады. Шетінен шығарып ойнатамыз.